Сәлеметсіздер ме? Біздің бүгінгі тақырып жасуша құрылысы. Соның ішінде біз жасуша қабықшасына тоқталатын боламыз. Сонымен жасуша дегеніміз тіршіліктің негізгі құрылымдық және қызметтік бірлігі. Жасушаны зерттейтін ғылымды цитология деп атайды. Жалпы тірі организмдер жасушалары ядросының жетілуіне байланысты екі топқа бөлінеді. Біріншісі прокариоттар, яғни ядросы жетілмеген жасушалы ағзалар. Прокариоттарға бактериялар мен цианобактериялар жатады. Екінші топ бұл бізде эукариоттар. Эукариоттар ядросы толық жетілген жасушалы ағзалар. Эукариоттарға санарғолақтар, өсімдіктер және жануарлар жатады. Ең алдымен эукариотты жасушалар құрылысына тоқталатын боламыз, яғни ядросы бар жасушалардың құрылысына тоқталамыз. Сонымен барлық өсімдіктер, санарғолақтар мен жануарлардың жасушасы негізгі үш бөліктен тұрады. Бұл жасуша қабықшасы, цитоплазма және ядро. Өсімдіктер мен жануарлар жасушасының цитоплазмамен тікелей байланысқан ішкі қабатын плазмалық мембрана немесе плазмаллема деп атайды. Плазмалық мембрана май мен нәруызды заттардан түзіліп, жасушаның сыртын қаптайды. Ол болмаса жасуша тіршілік ете алмайды. Плазмалық мембрананың негізін нәруыздар және фосфолипидтердің қос қатары құрайды. Мынау бізде бірінші қатар, ал мынау бізде екінші қатар болып табылады. Гликокаликс цитоплазмалық мембрананың сыртында орналасқан. Ол гликопротеидтер мен гликолипидтердің көмірсу фрагменттерінен түзілген. Гликопротеидтер ақуыздар мен көмірсулардың қосылыстары болып табылады. Мысалға, мына суреттегідей. Бұл жерде жасыл түстегі бізде нәруыз, ал қара түстегі көмірсу. Ал гликолипидтер бұл липидтер мен көмірсулардың қосылыстары, яғни майлар мен көмірсулардың қосылыстары. Мысалға, мына суреттегідей. Гликокаликс тек жануарлар жасушасында және тек кейбір бактерияларда ғана болады. Ал мына суретте бактерия көрсетілген. Мынау сыртындағы талшық секілді өсінділер гликокаликс болып табылады. Естеріңізге сала кетейін, бактериялар бізде прокариоттарға жатады. Жасуша қабырғасы. Жасуша қабырғасы мембрананың сыртында орналасқан қатты қабық. Санарғолақтар мен өсімдіктерде және көптеген бактерияларда мембранадан бөлек сыртында жасуша қабырғасы болады. Ол жасушаға беріктік қасиет береді және пішінін сақтайды. Санарғолақтардың жасуша қабырғасы хитиннен, өсімдіктердікі целлюлозадан, ал бактерияларда мурейиннен тұрады. Суретте жасуша қабырғасы жасыл түсте көрсетілген, ал мембрана сары түсте көрсетілген. Жануарларда жасуша қабырғасы болмайды. Ал мынау суреттегі бізде санылау болып табылады. Санылау жасуша қабықшасының жұқарған жері. Санылау арқылы бір жасушаның цитоплазмасы екінші жасушаның цитоплазмасымен байланысады. Осымен тақырып аяқталды. Назарларыңызға рахмет.